Айтшы, фамилияны атын кім дедің? Арман Қайназаров. Арман Қайназаров. Сол ютубқа жазып көріңдер, адамдар. Осы братан айтады екен сол өлеңдерді. Арман Қайназаров деген. Біраз адамдарға өлең шығарып берген екен. Иә. Даже кім бар ғой, ана Қыдырәлі Болман, Қарақат бар ғой. Иә. Лұқпан Жолдас бәріне ән шығарып берді, бір ән. Абай Бегей, аңсағам деген ән шығарып берді. Точно. Иә. Қай жердіксің, братан? Қай жердіксің? Туған жерім Қызылорда облысы. Қазал деген жер, бұрын әлім. Братан, қор болып жүрсің ғой, братан. Саша, бұл жерде біреудің айтып алмайсың ба? Бір айтқан өлеңдердің бізге айтып жер алмайсың ба? Қайттан қостым, братан. Енді қостым. Братан, қарсы емессің ба деймін да, түсіргеніңе? Жоқ, қарсы емес. Интернетке шығарсам, сенің өзіңнің таныстарың көреді ғой. Кімдерге жазып бердің, братан? Жігіттер квартетіне 10 ән жазып бердім. Одан кейін Абай Бегеге, одан кейін Қыдырәлі Болмановқа, одан кейін Қарақатқа, одан кейін Бейбіт Қорғанға. Ой, Бейбіт Қорғанға қандай жазып бердің, братан? Бәріне жазып бердім. Арман Қайназаровтың бәрі таниды. Ютубқа сөйтіп жазса шығады ғой. Иә, Арман. Братан, жашап көріп. Бағана енді біраз әңгіме айттым негізі. Иә, просто шашап қалдым. Әйтпесе. Мен сені тағдырымнан іздеп жүрмін. Братан, болды, рахмет саған. Сенсіз өткен жазымды көздеп жүрмін. Жолықпаған жалында, жас шағымда, армандағы болғандай қыз деп жүрмін. Акиматтың алдында дәу елка бар, шаша. Иә. Соң астында ертең басын. Қош. Иә. Үйге бармайды. Үйге баруға ұялам. Балалық шағы, бақыттың алаңсыз жазы, Шымкенттің туған өлкем ай, өзің жайлы жырқалар әні. Аспандағы ай ма дедім, жастық шағым қайда менің, жүрек